Девочки, кыздар, правда, что продюсерский центр BM Production — это настоящая армия? Қандай вот армиядан өттің, давай. Алғаш кешу группасына келген кезде тобына 17 жаста болған болатынмын. Мен үшін Баян Мақсатқызы мен Бағым Мақсатқызы өнердегі ұстаздардың бірі болғандықтан, дәл осы кешу тобына келудің өзі бір қиыншылық тудырды. Қорқақтық болды. Сонымен қатар менің басқа қыздар сияқты бойым аса қатты ұзын емес, бір күмәнданған болатынмын. Сөйтіп аяқ асты группаға кірген кезде кастингпен бірге Аллахтың қалауымен әйтеуір таңертең тұрасың, таңғы сағат 8-де 7-де, иә Балжан, тұрып міндетті түрде жүгіруіміз керек. Сонымен қатар өзіміздің директорымызге таңғы сағат 7 мен 8-дің арасында жүгіргенімізді, қанша салмақ тастағанымызды, күнге қандай тамақтанатынымызды, вокалға қай уақытта барғанымыз, биге, примеркаға сондай бір мықты режим болды да. Және де ең қатты есте қалатын дүние, біз міндетті түрде жаңа әнді басатын кезде Бағым Мақсатқыздан бір ұрыс естіп, жылап, күліп, солай шығатынбыз студиядан. Бірақ Бағымызға орай жақсы, мықты школдан шықтық деп айта аламын. Себебі мұнда отырған қыздардың барлығы группадан кетсе де, қазіргі уақытта да мықты жұлдыздардың бірі деп айта аламын. Өзімді де мысалы.